сол мәселені мен қазір осы көтергім келеді келешек Ол жобада. бизнеске мен қайттан өзім сұрақ керекші. Алданып қалып жатқан әйел адамдарға, жарайды әйел еркек болсын, алданып қалып жатыр ғой. Біздің өзіміздің жағымыздан да мінекей қаржы министрі Жамаубаев өте ақылды жігіт қой, мен өзімді сыйлаймын. Сол кісілер қаржы министрлігі арқасынан бір регулятор іске қосылса бола ма? Мысалы айталық, жаңа қаржыны аударардан алдын бірінші мынадан өтуің керек. Және ол қаржыны сұрап жатқан адамдарды шапшаң тексеріп отыратын болса, мысалы сіздерде база болса, мынаған сенуге болады, мынаған сенуге болмайды деген. Мен мысалы ауылды болсам да интернеттен кіремін. Біреу ақша сұрап жатыр. Беруге бола ма, болмай ма? Егер ол жаңа сіздердің реестр болмаса, сенімсіз дегенде бірдеңелер болса, ең болмаса ана қарапайым, ақ көңіл бейшара әйелді қалай бірінші қадамда сақсандырып қалсақ деймін да? Менің пікірім бойынша Қазақстан енді бәрі елдермен қатынаста жақсы саясат жүргізіп жатыр. Бізде саяси жағынан, экономика жағынан, бірақ жаңағы біз айтып жатырмыз ғой, цифровизация дегеніміз. Мынау басқа елдерге қарасаңыздар, алысқа кетпейік, Өзбекистан, олар бәрін жауып тастады, блокирование. Сондықтан да бұл жерде де бір сараптама өткізу керек, қадағалап, басқа мемлекеттен көбінесе звондап жатқаны бұл басқа мемлекеттің нелері, азаматтары, алаяқтар. Соларды мынау ішкі істер министрлігі бар, прокуратура бар, осы жаңағы цифровизация министрлігі бірігіп, осындай жаңағы алаяқтарды сараптама жасау керекті. Бұл бәрі жаңағы неге арқылы шығып жатыр ғой, сотовый операторлар. Бізде Билайн бар, Актив бар, басқа нелер бар. Солармен бірлесіп жұмыс жасау керекті. Осындай алаяқтарды жаңағы жолын кесу керекті, ары қарай болмау үшін. Біз ашық неміз қазірде ашық. Мен айтайын деп жатқан мынандай ғой, мысалы анау искусственный интеллект бар емес, чат GPT-дің орнында ішінде де бар. Осындай жаңағы ақша сұрағандарды қалай контроль етеді. Егер біздің қаржы жаңағы цифровизация министріміз, біз жаңағы қаржы министрімен екеуі септесіп істесе, онда мысалы мен өзімнің ақкөңілдік жасап телефонымнан шығып қалдым. Шыққан кезде ананы бірден жаба қалып, бәрі цифрда ғой. Мында жұмыс істесе де, айтишниктеріміз бар, не деген керемет. Солар содан кейін маған, мысалы мен жаңағы ақкөңіл бейбақ әйел болса, маған хат жіберсе, сіз қауіпті адаммен хабарласып отырсыз. Ақшаңызды аударушы болмаңыз деп. Сіздің түсіндім. Ескертпе келсе де маған. Алдын алу, профилактика жұмыс қой. Бұл бөтен номер деп ары қарай, сондай ақпарат шығып мүмкін осы цифровизация министрлігімен жұмыс жасау керек. Осындай біздің тек қана әйелдер емес, бүкіл азаматтарымыз, жастар бар, көбінесе алданып қалып жатыр. Сол. Жаңағы кешелі бері үлкен дау көтеріп жатыр, семейный насилие, анау мынау деп та. Негізі көптеген әйел осындай түсіп қалғаннан кейін күйеуінен таяқ жейді, сосын айтады. Өздері мені ғана айтып жатады. Бақытжан, мені көрсетпе, байым сабайды мынаны жоғалтқанын білсе деп. Үлкен себептің бірі ғой сол үйдегі жанжалға ажырасып кетіп жатқандар бар. Ол да бұл жаңағы алаяқтарға түсіп жатқаны біздің жаңа экономикалық жағдайымызға да байланысты. Жұмыстарды ашу керек, жұмыс орындарды. Шалғай станциядағы бір 5, 10, 20 өзім аралап шықтым. 20-50 үйлер тұр. Көбінесе әйелдер жұмыссыз, мектеп жоқ, аурухана жоқ. 50-100 километр балдарын жібереді оқуға, интернатқа. Сондықтан сондай жерде жаңағы заводты сол жерде ашу керекті. Халық сол қамтамасыз ететін бізде бар ғой енді. Әлеуметтік экономикалық сұрақты қарастыру керек. Сондағы алаяқтарға сол бізде жүгінбейді. Жоқта ақшаны қазір білесіздер, тамақтың өзіне де кредит алып жатыр ғой адамдар. Өте қиын. 20-30, 50 мың теңгеге алып жатқан бар азаматтар. Сондықтан біріншіден осы біз экономикамызды дұрыстауымыз керек. Жұмыстарды ашу керек, қай жерде, қай аймақта қажет, басқа жақтан оның бәрін біз өзімізде жасауға болады. Жәке, қазақша жақсы сөйлейді екенсіз. Неге барлық электронды нелеріңіздің бәрі тек орыс тілінде жүріп өтті жаңа? Оның үстінде мына карта ескі карта екен, қараңызшы, ескі Қазақстанның картасы. Жаңадан бөлінген облыстар жоқ. Неге олай болып отыр? Цифровизация қиын болып жатыр ма? Енді қиын емес енді бұл енді әрқайсы азамат өзі
тілде еркін сөйлей алады. Біз қазір өзіңіз білесіз, конституция бойынша бізде мемлекет тілі, енді ресми тіл қазақ тілінде ғой. Қазір бірге жүріп жатыр орыс тілі. Болашақта мүмкін тек қана осы өзіміздің ана тілінде, қазақ тілінде бүкіл құжаттарын бәрін жүріп жатқан журналистер де өздері қазақ тіліне жүргізеді деп сенімдімін. Енді сіздердің арттарыңыздағы слайд-шоуды көрсеттіңіздер ғой, мынанша жерге бардық. Бәрі тек қана орысша болды. Ішінде қазақша тек қана самұрық Қазақстан деген сөз ғана болды. Енді жасап жатқан адам сол орыс тілінде шығар, бірақ енді байқамадым. Байқамадыңыз ба? Байқаңызшы. Жарайды, ол міндетті түрде. Негізі бізде оған уақыт керек. Мен болашақта ойлаймын, мүмкін тек қана осы қазақ тілінде өз конституциямызда сол бір тілі қалса деп, өзіміздің ана тіліміз, жан тіліміз. Қазақ тілді тұтынушылардың құқығын шектемейсіз ба ары қарай? Осындай немен, слайд-шоумен. Жарайды, жаке қинамайыншы. Рахмет сізге, Алла разы болсын, еңбектеріңізге. Жақсы.